кешкі кездесу бағдарламасының келесі мейманы суретші бола тұра сиқырдың қыр-сырын жетік меңгерген Самат Рыскелдиев. Қарсы алыңыздар. Кешкі кездесу бағдарламасының шығармашылық ұжымы Самат Рыскелдиев жайлы арнайы бейне материал әзірлеген болатын. Экранға қараңыздар. Самат Рыскелдиевті тылсым құмар жұрт пен тойшыл қауым жақсы біледі. Айналысып жүрген сүйікті ісі сиқырмен талайды таңдай қақтырған. Біздің бұл кейіпкеріміз де өзінің негізгі мамандығын сиқырға алмастырған. Саматтың айтуынша, мені сүйіп қандай жолмен нан тапсаң, сол адамның мамандығы болып саналады. Мамандығым жайлы айтатын болсам, өзім бала кезден бастап сурет салуды жақсы көрдім. Уақыт өте келе сол жоғарғы оқу орнына сурет мамандығына тапсырып, сол жерді бітірдім. Бірақ кішкене өнер жағында жүргеннен кейін, сахналық жағына да кішкене бейімделіп тұрам. Ән айтам, сиқыр өнерін көрсетем. Сол өзімнің таңдаған мамандығымнан қарағанда, сол өзіме жақынырақ. Сондықтан қазір көрсетіп жүрген өзімнің өнеріммен, сахнада жүрген халық алдына шығып жүрмін. Сол өнеріммен мақтан алам. Өйткені мамандығымнан қарағанда сол өнерім өзіме қаттырақ ұнайды.